Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның экономикалық аудандарының шаруашылық салалары мен мамандануы. Біздің сабағымыздың мақсаты Қазақстанның шаруашылық салаларын жоспар бойынша сипаттаймыз. Қазақстанның экономикалық аудандарының шаруашылық салаларын анықтап, мамандануын түсінетін боламыз. Балалар, бізде сабақты бағалау Қазақстан картасы түрінде жүреді. Бізде дискриптор бойынша кез келген тапсырманың астында дискриптор бар. Сол дискриптордегі балдарыңды қойып отыратын боласыңдар. Қазір топқа бөлінгеннен кейін топ басшыларына кесте таратылады. Топ басшылары осы кесте бойынша оқушылардың аты жөнін тапсырма бойынша бағаларын жазып, сабақтың соңында маған өткізетін боламыз. Қазақстан экономикасы адам ағзасы дейді. Енді Қазақстан экономикасы мен өзіміздің еліміздің экономикасы мен адамның ағзасын салыстырып қарайықшы. Елдің экономикасы дейміз, елдің экономикасының адамның ағзасы ең бірінші рөл атқаратын адамның ағзасында не? Жүрек адамның моторы, жүрек болмаса адам тіршілік ете алмайды. Барлық ағзадағы іс-әрекеттің барлығы сол жүрекке байланысты. Ал Қазақстанның экономикасының жүрегі қандай өнеркәсіп? Мұнай. Қандай? Не жатады Қазақстан экономикасына? Өнеркәсіп жатады, дұрыс айтасыздар, Қазақстан экономикасында өнеркәсіп жатады. Ал Қазақстанның асқазаны ретінде сендер қандай өнеркәсіп саласы жасалады? Ауыл шаруашылығы, себебі адамның тұтынатын азығы да, малдың тұтынатын азығы да ауыл шаруашылығынан алынады. Балалар, одан кейін Қазақстанның көлік жүйесі, көлік жүйесін сендер адамның қандай ағзасымен салыстыра аласыңдар? Қан тамырлары, дұрыс айтасыңдар. Себебі адамның ағзасында барлық ағзалары қанды тарататын тамырлар, дәл солай мемлекеттің барлық аудандардың, барлық облыс қалаларын бір-бірімен байланыстыратын бұл көлік тораптары, көлік жолдары. Көлік жолдарына қандай көлік жолдары жатады? Темір жол, автомобиль жолдары, әуе және ұшақ жолдары жатады. Одан кейін үшінші, соңғысы бізде байланыс. Байланыс, мысалға, интернет, мысалға, телефон немесе қандай Қазақстанның қандай саласын айта аласыңдар сендер? Адам ағзасымен байланыстырып. Байланыс, ми. Себебі ми адамның барлық іс-әрекетіне жауап беретін ми. Қимылына, ойлауына, санасына, іс-әрекетіне дәл солай байланыс та елдің бір-бірімен байланысуын, елдің дамуына жауапты роль атқарады. Балалар, қазір бізде топқа бөліну әдісі. Орнымыздан тұрамызда, менің алдымда топқа бөліну номенклатуралары тұр. Келіп, таңдаймыз. Және таңдаған экономикалық аудан бойынша топтарымызға отырамыз. Мысалға, Алматы, Тянь-Шань, Қапшағай, Шымкент бұл оңтүстік Қазақстан экономикалық ауданы. Сарыарқа, Алтай, Торғай, Теміртау бұл орталық Қазақстан экономикалық ауданы. Каспий, Жайық, Қарашығанақ, Ақтау батыс Қазақстан экономикалық ауданы. Алтай, Бұқтырма, Ертіс, Өскемен, Шығыс Қазақстан, Соколов, Сарыбай, Қостанай, Петропавл, солтүстік Қазақстан экономикалық ауданы. Қай орнымыздан тұрамызда топқа бөліп тапсырмалар. Кеп алып. Тез алдына тобымыз бойынша отыра аламыз. Балалар видео түсіп жатыр. Шығыс, міне мына жақта. Сенікі қандай? Сарыарқа, Алтай, орталық Қазақстан ғой сенікі елдің. Дұрыс. Сенікі басқа
Отырамыз тез. Сен қандай? Каспий, Батыс Қазақстан. Бош. Болсаңдар тез балалар. Отырдық па? Балалар, назар аударамыз. Топқа бөлініп отырған болса, отырдық қоя. Енді үй тапсырмасын белгілеп боламыз. Біздер өткен тақырыпта Қазақстанның шаруашылық салалары тақырыбын өткенбіз. Енді сол бойынша вордбук қоймасымен жұмыс істейміз. Қазір сұрақтар шығады. Сол бойынша келіп жұмыс жасайық балалар, иә? Алды шығамыз, келе ғой, Нұрсұлтан. Қазақстанда қанша облыс бар? 17. Қанша облыс бар? 17. Дұрыс па екен? Жауабы дұрыс емес пе екен? Дұрыс. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Қазақстан барланған пайдалы қазбалар жөнінен жер жауапшылығында нешінші орын алады? 8-ші орын алады. Болмаса орындан жатып айта берейікші. 8-ші орын алады екен, дұрыс. Келесі сұраққа назар аударыңыз балалар. Құрлықта Қазақстан неше елмен шектеседі? 5 елмен шектеседі екен. Дұрыс. Қолымызды көтеріп орнынан жауап берейік балалар. Мен белгілей беремін. Еліміздің тұңғыш ауданастыру жүргізген ғалым. Николай Николаевич Баранский. Дұрыс па екен? Дұрыс екен. Келесі сұрақ. Қазақстанда қанша экономикалық аудан бар? Бағдат. 5 экономикалық аудан бар дейді. Қазір дұрыс жауаппен салыстырады. Дұрыс екен, 5 экономикалық аудан бар екен, иә? Келесі сұрақ. 2022 жылға дейін елімізде қанша облыс болды? 14 облыс. болыпты. Қазақстан жер көлемі жөнінен дұрыс жауабы 1.724.000 екен. Қазақстан Республикасы 5 облысын тарату жөніндегі жарлық қашан қабылданды? 97 жылы. Барлық топ мүшелері белсенді түрде араласамыз сабаққа. Қазақстан жерінде қанша халық тұрады? 20 миллионнан астам. 2025 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша халық саны 20.286.000 екен. Неге бұл күнді айтып отыр? Себебі соңғы халық санағы сол уақытта өтілген. Еуразия кіндігіндегі кіндігі Қазақстанның қай облысында өтеді? Жидебай шатқалында өтеді екен. Дұрыс айтасыңдар. Енді балалар тақтаға назар аударайықшы. Тақтада тірек сөздер әдісі берілген. Қолдан немесіндерге түрлі түсті қарындаштар қойдым. Сол тірек сөздерді экономикалық аудандармен байланыстырасыңдар. Мысалға, тоқымау өнеркәсібі Қазақстанның қай өңірінде шоғырланды? Тоқымау өнеркәсібі қай өңірінде шоғырланды? Оңтүстікте, дұрыс айтасыздар, тоқымау өнеркәсібі Қазақстанның оңтүстік бөлігінде. Күрішше. Күрішше. Күріш қай бөлігінде? Күріш. Оңтүстік. Металл. Түсті және қара металл қай жерде бізде? Шығыс Қазақстанда, иә? Жайық өзені қайда? Батыс. Орталықта. Сырдария
Италия қайда? Оңтүстікте. Мұнай қайда? Батыста. Батыста екен, иә. Енді сөздермен сәйкестендіру әдісіне салатын болып жүргізетін болсақ, енді осы сөздерді сәйкестендіру бойынша дәптерлеріне түсіріп алыңдар. Дәптерге түсіріп аламыз балалар. Дәптерге жазамыз. Бейбарыс. Тақтан назар аударайықшы балалар. Жас болсақ. Қазақстанның экономикалық аудандарға бөлінуінің негізін қалаған кеңестік географ ғалым Николай Николаевич Баранский болды. Ол алғаш рет 1930-40 жылдардағы КСРО аумағын экономикалық аудандарға жіктеудің негізін қалап, экономикалық географияда экономикалық аудандастыру терминін енгізді. Баранский экономикалық аудандастыруда табиғи ресурстардың таралуын бізде топтық жүктеу жұмыс барысында бұл міндетті түрде керек болады, назар аударайық балалар. Көлік байланысын, халық тығыздығын және өндіріс орындарының орналасуын басты критерийлер ретінде қарастырды. Қазақстан аумағы да экономикалық аудандарға бөлінді. Кеңес одағы тарағаннан кейін, Қазақстан өзінше тәуелсіз мемлекет болғаннан кейінгі күннің өзінде экономикалық аудандарға бөлу осы Баранскийдің бөлінген экономикалық ауданы бойынша қалып тасты. Қазір біз видео көретін боламыз, балалар. Назар аударайықшы. Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Николай Николаевич Баранский. Қазақстанда экономикалық географиялық тұрғыдан зерттей отырып, оны 5 экономикалық ауданға бөлуді ұсындым. Бұл бөліністі жасағанда мен ең алдымен табиғи географиялық жағдайларды, пайдалы қазбалардың орналасуын, көлік қатынастарын және халықтың орналасу ерекшеліктерін негізге алдым. Әрбір аймақ өзінің табиғи ресурстары мен шаруашылық бағытына қарай өзіндік экономикалық бейімделуге ие екенін байқадым. Осылайша, орталық Қазақстанды көмір мен металл қорларына бай, ауыр өнеркәсіп дамыған аудан ретінде қарастырдым. Солтүстік Қазақстанды кең жазықты, құнарлы топырақты, астық шаруашылығына маманданған аймақ деп белгіледім. Оңтүстік Қазақстанда жылы климат пен суармалы егіншілік жағдайын ескере отырып, мақта, көкөніс, жеміс өсіру және жеңіл өнеркәсіптің дамуын негізге алдым. Батыс Қазақстанда мұнай мен газ өндірісі ерекше маңызға ие болды, сонымен қатар балық шаруашылығында ұмыт қалдырмадым. Шығыс Қазақстанды мен түсті металлургия мен энергетика орталығы ретінде бөліп қарадым. Өйткені бұл аймақта табиғи ресурстар өте мол. Менің мақсатым Қазақстанның әрбір аймағының табиғи және экономикалық әлеуетін ескеріп, оны тиімді жоспарлау мен дамыту жолдарын ұсыну болды. Бұл аудандастыру елдің шаруашылығын дұрыс ұйымдастыруға және ғылыми негізде жоспар құруға септігін тигізеді деп сендім. Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Николай Николаевич Баранский. Қазақстанда экономикалық географиялық тұрғыдан. Түсіндік қой балалар, иә? Қалай экономикалық аудандастыру жасалғанын. Енді қазір біз топтық жұмыс орындайтын боламыз. Топтық жұмыста QR-кодта тапсырма берілген. Несінде де айтқан, QR-кодпен жұмыс жасаймыз деп. Астында бізде дискриптор тұр. Дискрипторда сізге осы QR-кодтағы тапсырманы қалай орындау керектігі туралы түсініктеме берілген. Біздің бірінші тапсырмамыз топтық жұмыс. Топтық жұмысымыз кластер әдісі арқылы жүргізілетін болады. Мынау Батыс Қазақстан екен. Батыс Қазақстан қайда бізде? Батыс Қазақстан экономикалық аудандікі. Сканер жасап, кластер әдісімен тапсырманы орындай береміз. Орталық Қазақстан. Шығыс Қазақстан. Шығыс кімде? Оңтүстік Қазақстан. Солтүстік Қазақстан. Ал топтық тапсырманы орындаймыз. Уақыт кетті балалар.
өз аймағының географиялық орнын және негізгі ерекшеліктерін атайсыңдар. Аймақтың еңбек бөлінісі мен шаруашылық мамандану бойынша толық немесе толық емес мәлімет бересіңдер. Аймақтың географиялық орны мен еңбек бөлінісінің нақты сипаттап кластерді жүйелі құрамыз. Уақыт кетті. Алар топтық тапсырмалы топ мүшелері бірге жұмыс жасаймыз. Өз-өзіңізді бағалауды ұмытпаймыз. Топ басшылары оқушылардың аты жөнін жазып, әр тапсырма бойынша балдарын жазып отыруды ұмытпаймыз. Қай топ бітеді? Барлығымыз бірден тоқтатамыз, тапсырманы орындап болуды. Қолда балықтаймыз. Бірінші топ қорғауға шыққан кезде уже барлық топ бізден тапсырманы орындауды доғарамыз. Бір-бірімізді тыңдап, бір-бірімізді бағалайтын боламыз. Сіздерде қандай тақырып? Солтүстік Қазақстанның кластер құрасында. Изображение. Тез балалар, тез жұмыс жасаймыз. Балалар бірге орындаймыз тапсырманы. Бұл сыға берген тапсырманың тапсырмасы. Ауданға, осы экономикалық ауданға кластер құрасың. Жаңа айттық қой, біз критерийлерге халық санына, өндіріске мамандануына байланысты бөлімді аудандар бердік қой. Сол бойынша енді кластер құрамыз балалар. Тапсырманы бірге орындаймыз, топ мүшелері бірге барлығымыз. Бірге орындап жатырмыз. Балалар. Тез-тез. Барлығымыз бірге жұмыс жасаймыз. Балалар жарайсыз. Күл топтың өзі реттеп жатыр. Уақыт кетіп жатыр, балалар. Кім бірінші болсын? Тез-тез. Тез-тез.
Кейде көп мүшелер бірге барлығымыз. Шығамыз кейде барлығымыз. Кел ұста. Назар аударамыз балалар. Мені күрді көтере тұрды. Алды. Қараймыз балалар. Шығыс Қазақстан экономикалық ауданы. Және энергетика саласында су электр станциялары аймақтардың және бізде көлік логистикасы бар. Яғни Қазақстанмен шекаралас мемлекеттерге көлік транспорттары арқылы экспорт және импорт тасымалына аламыз. Дұрыс. Және ауыл шаруашылығы бұл бізде мал және дәнді дақылдар. Яғни егін мал шаруашылығы. Жарайсыздар балалар. Шығыс Қазақстан экономикалық ауданының бар. Балалардың барлығына 3 балдан. Келесі қайтушамыз келе ғой. Солтүстік сабақта Солтүстік Қазақстан экономикалық ауданы ең келесі келіңдер. Солтүстік Қазақстан. Климат қысы, суық, жазы жылы. Қысы суық, жазы жылы. Егіншілікпен айналысады. Мал шаруашылығы. Халқының саны 500.000-нан асады. Sayın? Rayonlar kaç? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Орнымызға отырамыз. Солтүстік Қазақстан экономикалық аймағы. Келесі оңтүстік Қазақстан экономикалық аймағы болғай. Келді балалар. Келесі шығамыз балалар. Уақытын тыңдаймыз. Ал қыздар. Халқы еңбек ресурстары өте көп, студент ірі қалар, еңбек ресурстары өте көп. Ауа райы климаты қандай? Жазы ыстық болады, құрғақ Құрғақ. Жақсы, отырамыз. Жарайсыңдар. Келесі топ сіздер. Батыс Қазақстан, иә? Орталық Қазақстан сіздер қалдыңыздар, одан естер бастан. Бізде Батыс Қазақстанның еңбек бөлінісінің мамандануы, медициналар, оған бізде газ мұнай өнеркәсібі, химия материалдарының өндірісі, мал шаруашылығы және астық және жемшөп дақылдарының Келесі бізде экспорт, яғни мұнай, газ, металдар. Ол ішінде Ақтөбе мен Маңғыстау, мұнай, газ, Ақтөбеге пайдалы қызбалар. Батыс Қазақстан экономикалық ауданы көбіне бізде мұнаймен газға маманданған. Ол жақта Қарашығанақ, Доссор, Мақар, мұнай, газ кен орындары бар. Жарайсыңдар балалар, отырамыз. Келесі орталық Қазақстан тобы шығамыз. Сіздер қалдыңыздар соңында. Орталық Қазақстан бізде ол көлік және байланыс бізде көліктер арқылы шикізат тасиды, сондай астық тауарлар тасиды.
және де орталық Қазақстанда көлік және байланыс саласында пойыз жол жақсы дамыды. Ауыл шаруашылығында орталықта егін шаруашылығы жақсы дамыған. Бидай, арпа, сондай заттарды егеді. Және де одан көптеген ақсыздар алады. Өнеркәсіп саласында бізде қара металлургия, көмір және де тағы басқа металдар бар. Сондай металдарға бай орталық Қазақстан. Энергетика болса, бізде орталық Қазақстанда ЖЭС дамыған, жылу электр станциялары дамыған. Мысалы, көмір арқылы біз жылу электр станцияларын аламыз. Сол кезде ол орталық Қазақстанда қалаларды электрмен қамтамасыздандырып отырады. Ал мамандану бағыттары болса, ол жақта жұмыс жақсы. Мысалы, ауыл шаруашылығында да істеуге болады, өнеркәсіпте де істеуге болады, көлік және байланыс саласында да істеуге болады, және энергетикада да істеуге болады. Жарайсыңдар. Қазақстанның ірі өнеркәсіптік орталығы осы орталық Қазақстан экономикалық аймағы, иә? Орталық Қазақстан экономикалық аймағы балалар білесіңдер, 2022 жылға дейін 1997 жылдан бастап бір ғана облыстан тұрды. Ол қандай облыс еді? Қарағанды облысы болды. Қазір 2 облысқа бөлінді. Балалар, келесі бізде жұптық жұмыс. Кестеме жұмыс жасайтын боламыз. Кесте 4 дерек, 1 логика әдісімен жүреді. Жұптық жұмысты орындайтын боламыз, балалар. 5 экономикалық аудан берілген, аудан бойынша ақпаратты дұрыс сәйкестендіріп, әрі дәл толтырамыз. Табиғат ресурстары, мамандану саласын және орталыққа дұрыс жазады. Мәтінмен нақты деректерді анықтап, логикалық байланыс жасаймыз. Уақыт кетті, балалар, тапсырманы орындаймыз. Жұптық жұмыс жанымызда балалармен біз тасырсаламыз. Вақыт кетіп жатыр, балалар. Топашылар бағалап отырамыз. Топтық жұмыс бойынша қорғаған барлық балаларға 3 балдан қойып. Бір жұптан қорғашқа салатын болады. Балалар вақытты экономдау үшін бізде уақыт тығыз, уақыт кетіп жатыр. Болсақ болдық деп қол көтерейік. Бір сөз, 2 сөзбен ғана толтырсаңдар болады. Ұзақ қылмайық. Ұзақ мәтін жазбаймыз, тек қана кестеге 1-2 мәліметтен келтіреміз. Ауып сен екен? Балалар оқулықта барлық келтірілген 55-ші қайда? Барлығы бар. Экономикалық аудандардың мамандары барлық осы
болса қол көтереміз. Иә? Болғаннан кейін балалар бір-біріміздің бір партада отырған екі жұп бір-бірімізбен тапсырып тақырыптарды алмастырып қорғай салып сол жерден дұрыс па дұрыс емес па тексеріп бере салсыңдар, иә? Кездесейік балалар. Болдық па? Елия сабаққа қатысып отырамыз. Ернұр, Бекзат сабаққа қатысып отырамыз. Тез шоқан. Болып қалдық, иә? Кім болды бізде? Оңтүстік Қазақстан болып қалды. Болды, қыздар. Бұл бізде Батыс Қазақстан экономикалық ауданы болды. Балауса болды қой, иә? Қой болды. Әне, орында тұр. Орында тұр, сөйдің орында еді. Сөйді, орында тұр, отырып. Орталық Қазақстан табиғат ресурстары, көмір, темір, марганец, ал мамандандыру саласы бойынша металлургия және ауыл шаруашылығы. Орталығы Қарағанды. Тексеріңдер ме? Шығыс Қазақстан түсті металлдар, су ресурстары, мамандандыру саласы бойынша энергетика. Орталығы Өскемен. Бір-біріміздікін ауыстырып тексереміз. Батыс Қазақстанның табиғи ресурстары мұнай, газ, мамандандыру саласы мұнай, газ өндіру саласы. Орталығы болса Атырау. Солтүстік Қазақстан темір, көмір, егістік жерлері. Мамандандыру саласы бойынша машина және ауыл шаруашылығы. Ал орталық болса Петропавл. Оңтүстік Қазақстан уран, табиғат ресурстары, уран, фосфорит, ауыл шаруашылығы. Ал мамандандыру саласы бойынша химия және ауыл шаруашылығы. Орталық Шымкент. Дұрыс, отырамыз балалар. Мен барлықтарын тексеріп шықтым. Дұрыс, енді бір-бірлеріне ауысып, бағаларын қойып шығыңдар. Енді балалар бізде үшінші тапсырма экономикалық карта квест. Контур картамен жұмыс жасаймыз. Контур картаға Қазақстанның экономикалық аудандарын түсіреміз. Контур картада барлық экономикалық аудандардың шекараларын дұрыс сызамыз. Аудандардың атауы табиғи ресурстардың шартты белгілері, мамандандыру саласы және орталықтар толығырақ нақты көрсетеміз. 2 балдан тұратын инспектор. Контур картамен жұмыс тапсырма орындаймыз балалар. Мен тексеріп шығамын, жеке-жеке кімнің қалай орындап жатқанын. Қане балалар? Ернұр, орындаймыз тапсырма? Я міне осы. Дайын, о міне қарас балалар. Уақыт кетіп жатыр.
экономикалық ауданы болды. Солтүстік Қазақстан болды, Бағдаттың тобы. Шоқанның тобы болды. Сымбаттың тобы болды. Соңғы бізде Мираның тобы болды. Алла, бүгінгі сабақты қорытайықшы. Біз бүгін сабақтың тақырыбын Қазақстанның экономикалық аудандары деп алдық. Қазақстанда 5 экономикалық аудан бар білдік, иә? Ол экономикалық аудандар облыстардан құралады. Облыстар қандай неден құралады? Ауданнан құралады. Аудан неден құралады? Ауылдардан құралады. Біз жаңа айттық қой, осы Баранский экономикалық аудандастықтың негізін салған кезде басты критерийлер ретінде табиғи ресурстарға мамандануы ең бірінші, екінші климаты, үшінші шаруашылығын негізге алды. Себебі білесіңдер ғой, бір ауданда мұнайды, газды, тағы көмірді, тас көмірді әкеп, қоңыр көмірді, металды әкеп біріктіре алмайды. Ол демек белгілі бір мамандардың саласы бірге болу керек. Батыс Қазақстан экономикалық ауданы мұнай өндіруге маманданды, Шығыс Қазақстан металлургияға, Орталық Қазақстан көмір кеніне, Солтүстік Қазақстан егін шаруашылығына болатын болса, Оңтүстік Қазақстан экономикалық ауданы фосфор, уран, сосын ауыл шаруашылығы, бау-бақша шаруашылығына маманданды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы, балалар. Кез келген экономика, кез келген мемлекет немен өмір сүреді? Не болмаса мемлекет жасай алмайды. Не керек мемлекеттің өркендеп өсу үшін? Не керек? Ақша. Дұрыс айтасыңдар. Ақша болмаса ешқандай мемлекет өркендеп өсіп дами алмайды. Себебі барлық экономиканың қайнар көзі ақша. Ақша неден құралады? Тиыннан құралады. Біздің бүгінгі кері байланысымызда монета әдісі арқылы сендер бүгін сабақта не түсіндіңдер, не түсінбедіңдер, маған қоятын сұрақтарың бар ма? Кері байланыс жасайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экономикалық аудандар. Сабағымыз аяқталды. Түсінбеген жерлерің бар ма? Сұрақтарың бар ма? Жоқ болса, онда кері байланыс тақтасына келіп, әр сөздің үстінен басамыз, сол кезде сендердің кері байланыстарың шығады. Яшықтар баспаймыз тек қана сөздің үстінен. Келеміз барлығымыз бірге.